Баршаңызға сәлем, сіздермен Әсел. Бүгін өте қарапайым әрі дәмді болып шығатын бисквитті рулет жасаймыз. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін, сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Бірінші жұмыртқаны екіге бөлеміз. Сары уызын басқаға, ақ уызын басқаға. Ақ уыз құятын ыдысымыз таза болуы қажет. Бірде-бір тамшы су болмағаны жөн. Ақ уызды миксермен араластырамыз. Көпіршіктер пайда бола бастағанда құмшекерді 3 бөліп салып отырамыз. Миксермен араластырғанда миксердің жылдамдығын біртіндеп көтереміз. Ақ уыз өз формасын ұстай алғанша миксермен араластырамыз. Сары уызға тұз бен құмшекерді салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Ақ уыз бен сары уызды біріктіріп, күрекшемен қозғаймыз. Үстіне қопсытқыш пен ұнды електен өткізіп қосамыз. Ешқандай құрғақ ингредиенттер қалмай, массамыз біркелкі болуы қажет. Бөлек ыдысқа сұйық май мен сүтті араластырып, дайын массаның кішкене бөлігін қосып қозғаймыз. Барлық өнім бөлме температурасында болған жөн. Оларды қайта қосып араластырамыз. Бисквитті табаға салып тегістейміз. Беті теп-тегіс болғаны жөн. градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Бисквитті ыстық күйінде майлықпен орап тастаймыз, себебі сынып кетеді. Креміне мен маскарпоне мен варенканы пайдаландым. Екеуін де миксермен жақсылап араластырамыз. Бисквиттің ортасына кремін жағып шығамыз. Рулетті қайта орап, 1 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Кремі сіңсе, өте керемет дәмге ие болады. Біздің рулетіміз дайын, сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Қолдау көрсетіп лайк басып, комментарий қалдырып каналға тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.